Шымкент қалалық прокуратурасынан 102 звонда полиция көмегін сұрады. Келген кезде мән-жайды анықтау мақсатында мына қазір көріп тұрғандай, прокуратураның арт жанындағы машина автотұраққа кіретін жердегі маңдайшада тек қана орыс тілінде жазылған ақпарат. Для служебных автомашин прокуратура города Шымкента. Қазақша жоқ. Осы бойынша тіл туралы заңның бұзылған бойынша. Қандай баптары? Бақытжан мырза бізге тіл туралы заңның қандай бабы? Заңның бұл жерде 21-ші бабының 4-ші тармақшасы бұзылып тұр. 21-ші баптың 4-ші тармағы деп отырсыз, тіл туралы заң. Енді екінші тұтынушылар туралы заңның несі, баптары? Тұтынушылар туралы заң баптың неден көрейік? Көріңіз, иә. Тікелей мен өзімнің Көріңіз, иә. Соны көріп біз қазір мына баптарын да анықтауымыз керек. Өзімнің айналысып жүрген тіл туралы тікелей міндетімен айналысып жүрген. Иә, бабын анықтайық. Кітаптан қараңыз. Заңның қазір кітабымыз, кітаптың бәрі қазір телефон ішінде кетті ғой. Иә. Қазір қалай іздесек болады? Тұтынушылар туралы заңның тіл туралы деп іздесек шығатын шығар, қазір жаңадан ағайымыз ғой, қазақша шрифті жоқ па, бұл істен тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы Құрметті көрермендер, осы парақшаның ішінде алдыңғы видеолардың бәрін көріп шығыңыздар. Жаңа мынау бия деп сөздер сөйлеп жатқандар осы парақшаның ішіне кіріп тіркеліп алдыңғы материалдардың бәрімен танысып шығыңыздар. Қазақ тілі туралы материалдармен танысып шығыңыздар. Сол кезде мән-жайды түсінесіздер. Бұл қазақ тілімен күресіп жатқанымызға бүгін бірінші күн емес. Бұл басы жоқ, аяғы жоқ, ұшы қиыры жоқ. Бұл неге бір шешілмейтін мәселе, бұл қазақ тілі деген мәселесі. Неге бұл шешілмейді? Сіздер қалай ойлайсыздар? Неге шешілмейтінін қалай ойлайсыздар? Маған қоймас мен? Жоқ, мына көрермендерге. Ана миы жетпейтіндер ана бия деп сөздер жазып жатыр да. Миы жетпейтін адамдар бар өзі қоғамда. Комментария. Пікірде, иә. Не деп жазып отыр олар? Бия деп сөздер жазады, өздері түсінбейді жағдай. Мынандай, енді оны айтудың қажет жоқ бұл жерде. Бия деп сөздер өздері сөйлейтін адамдар болады өзі. Тұтынушылардың құқығы